Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін керемет етіп осылай оливье салатын, өзімнің фирменный жеке салатымның рецептін ұсынатын боламын сіздерге. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Керек заттың бәрін осылай алдын ала салқын суда пісіріп аламыз, жақсылап. Етімізді, картоп, сәбіз, жұмыртқа және тұздалған қиярымызға дейін барлық керек заттың бәрін дайындап аламыз. Мен описание бөліміне қалдырып кеттім, неше көлемде бәрін қосатынымды. Достар, бұл салаттың ерекшелігі көкөністерді, етімізді барынша ұсақтап турағанымызға байланысты. Себебі ірі етіп туралған оливье салаты өте, қалай айтсам екен, жеуге де ыңғайлы деп айта алмаймын. Өйткені ірі болып туралған көкөністер тәбетті де ашпайтыны анық, менің ойымша. Сондықтан бұл менің фирменный салатымның ерекшелігі, өте ұсақ етіп тураңыз. Нәзік көрінеді және көзге де тартымды, ас адамның арқауы демекші, адамның тәбетін тартып тұратын салаттың бірі десем де болады. Өйткені ұсақтап туралған көкөністер көзге әдемі көрінеді. Сондықтан барынша өте ұсақ етіп тураңыздар. Ұсақтылығы қандай? Мен сіздерге айтайын. Мен бұл салатқа бір ерекшелігі ас бұршақтың қатырылған түрін қосатынмын, свежий және. Міне, бәрі бір келкі шығу керек осылай. Бұл салаттың ерекшелігі мынау жасыл бұршақ қандай көлемде болса, қалған көкөністердің бәрін осы бұршақтың көлемімен сәйкес етіп тураймын. Мен бұл оливье салатына осы жасыл бұршақты салғанды жөн көремін. Майонезімізді де талғамдарыңызға өздеріңіз қаншалықты тұтынасыздар, көп немесе орташа. Тұзымызды да көз мөлшерде салдым. Өздеріңіздің тәбеттеріңізге қарай қоса бересіздер. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі араласу керек, бір сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап тұзы сіңіп, майонезі сіңіп, салатымыз дайын болғанша. Міне, листья салат жоқ болғандықтан менде үйде шавель үзілмейді. Сондықтан осылай әсемдеп салатымызды қазір саламыз. Көрінісі де керемет болады. Алда мейрамдар келе жатыр. Қонақ үйден үзілмесе, осы ұлттық оливье салатымызды дайындап көріңіздер. Менің осылай жасайтын оливье салатым сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер.